Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге үй жағдайында өте тез дайын болатын, әрі кез келген үйден табылатын ингредиенттерден жасалатын чупа-чупстер, яғни леденцилар дайындайтын боламыз. Каналға жазылып, подписация етіп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен 110 грамм шекерімізге 40 граммдай суымызды құямыз. Бұл жерде менде видеода 30 грамм су болып кетіпті. Сіздер 40 грамм су құйсаңыздар болады. Және оған кәдімгі кез келген дүкенде сатылатын медімізді, яғни әселімізді қосамыз. Әселіміз 60 грамм болуы қажет. Әсел болмаса, глюкозный сироп қоссаңыздар да болады. Ол өздеріңіздің қалауларыңыз. Менде үйде әсел болғандықтан мен әселді қостым. Және отымызға осы ыдысымызды қойып, жайлап араластырып, қайнағанша жайлап араластыратын боламыз. Сиропымыз жақсылап қайнағанша араластырамыз. Одан кейін сиропымыз бір қайнап шыққанша қатты отта тұрады. Бір қайнағаннан кейін газымыздың астын жай көзіне қоямыз. Ескере кетерлік жағдай, біздің ыдысымыз қалың ыдыс болу керек. Жұқа ыдысқа жасасаңыздар болмай қалады. Бұған топ декордың немесе сухой красканы қоссаңыздар болады. Красканы көп қосудың қажеті жоқ, тек қана шпачканың ұшымен ғана қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Осылай қасықтың немесе осындай лопатканың көмегімен біздің сиропымыз қоюласқанын көреміз. Егер жай ағатын болса сиропымыз, біздің сиропымыз дайын деген сөз. Және бұның дайын болғандығын қалай көреміз? Қасымызға мұздай салқын суды әкеліп қоямыз. Және шпачканы сиропымызға батырып, салқын суымызға батырамыз. Егер осы шпачкадағы сироп қолымызға жабыспаса, ақпаса, онда біздің сиропымыз дайын. Бұл жерде менің сиропым дайын емес. Енді тағы көреміз. Мына жерде кішкене қолға жабысады екен. Тағы да көретін боламыз. Сәл қайнатып, тағы көретін боламыз. Міне, біздің сиропымыз дайын. Қолымызға жабыспайды, ақпайды, қатты күйінде қалады. Міне осылай қатты болып тұрады. Енді тақтайымызға пищевой пленкамызды жабыстырып, осылай леденциларымызды әртүрлі формаға салып құятын боламыз. Менде форма болмағандықтан, мен осылай пакеттердің бетіне құйдым. Және ол оңай алынады. Міне мұз кәмпиттеріміз дайын. Шетіндегі осылай ұзын болған нелерін қолымызбен сындырып алсақ болады. Біздің леденциларымыз дайын. Каналға жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.